Hayırlı geç, hürmetli görürmenler men arkadaşlar. Bunga түсірілім алдыңғы videoda айтылғандай сұйық биогумустан осы помидорға эксперимент жасаған болатынбыз. Соның нәтижесі қалың жап-жасыл өсіп тұр. Түйінде салды. Машалла, керемет, жақсы нәтиже болып жатыр. Пока ауру сырқаудан азат, сарғайып жатқан ештеңесі жоқ. Міне мына біздің қорықтарымыз шықты. Бұлар кеш егілді. Мына сәбіздер ар жақта міне перестің көшеттері шыққан. Міне бадырандар ұрықпен шыққандары. Бойларым биік болып өсіп жатыр. Ауыр сырқаудан аман есен. Мына жақта да міне асқабақ. Міне асқабақтың бойы әжептәуір өсіп келеді. Бұл асқабақ не суды көп сұрайтын жемістің бірі. Міне тәтті періс. Ар жақта ашты періс. Мына капусталар. Бұның бәрі мына картошкалар ұрықтан шыққан. Осының бәрі өзіміздің табиғи тыңайтқыш биогумус және сұйық биогумуспен егіліп жатыр. Құдай қаласа таза биоорганикалық жемістер жейтін боламыз. Және сіздер де соны пайдаланып өз жерлеріңізден шығарсаңыздар болады. Назарларыңызға рахмет. Каналға тіркеліп қолдау білдіріп қойыңыздар. Келесі түсірілімде жүздескенше сау болыңыздар. Ассаламалейкум. Мынау арнайы биогумус Алматы үшін мынау мен Пернебек ағамыздан биогумус алғам. Мынау 3 жүйекке бізде биогумус қолданылды. Ал мына жаққа биогумус қолданылмады. Міне эксперимент жасап көргем өзімше қалай болады екен деп. Мына жермен мына жүйектердің разницасын өздеріңіз көріп бағасын айтарсыздар. Мінекей өзімде шок болып жатырмын мынаны көріп. Мән бермей жүргем біраз күннен бері. Балдар қарап жүрген ғой поляға. Жаңа бүйтіп қаттырақ мән беріп қарасам, мына 3 жүйегіміз тамаша өскенде, мына жағымыз әйтеуір өлермендікпен тұр. Жауынның күшімен. Мінекей, енді барып биогумус бұларға да алып келу керек, иншалла.